Ассалаумағалейкум, эфирде сұхбат. Мен есім Мұхит Сапарбаев. Бүгін бізде қонақта Жүрсін Ерман, біз бастаймыз. Жүрсін Ерман Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденімен марапатталған, Қазақстан айтыс ақындары мен жыршы термешілерінің халықаралық одағының төрағасы. 1984 жылдың наурыз айынан бері 30 жыл бойы айтыстың республикалық телеарналардан насихатталу ісіне бас ие болып келеді. Ассалаумағалейкум аға. Студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Жүрсін Ерман қазақ халқының сүйіп көретін бағдарламалардың авторы, айтыс, жылдар бойы елдегі өзекті мәселелерді көтеріп келе жатырсыздар. Енді осы айтыс туралы бір-екі ғана сұрағым бар мен. Жақсы. Одан кейін тек қана осы Жүрсін Ерман туралы сөйлесейік, әңгімеміз құрайық. Сіздің айналаңызда, сіздің төңірегіңізде. Айтыс енді қазір әлеуметтік желіде сіздерді енді жақсы қылып атқан жоқ, сабап жатыр, айтып жатыр, жазып жатыр енді. Айтыс шоу болып кетті, айтыстың мазмұны құрып жатыр. Қазір не болып жатыр? Осы форматтағы шоу айтыс сізге ұнайды ма? Шоу айтыс деген талап, ол биыл емес, бұрынғы жыл басталған болатын. Биыл мен қатыспасам да өтетін болды. Сосын ортасында барып отырдым. Бұл жердегі менің көзқарасым қандай. Жалпы айтыс дәстүрлі өнер. Ғасырлар бойы жасап бара жатқан, өзінің қалыптасқан пішіні бар, форматы бар деген сияқты. Енді бірақ оның көрермендерінің жасын ұлғайып бара жатыр. Жаңа қауым, жас өскіндер келе жатыр. Меніңше солардың өз тілінде сөйлеу керек болды. Мына хабар арнасында жүріп жатқан шоудың басты мақсаты қазіргі жас қауымның өзіне түсінікті тілде балықтың тілін бақа біледі дейді ғой. Сондықтан оған шошына қараудың қажеті жоқ. Шоу деген сөздің қазақшасы меніңше думан деген сөз. Қызық. Онан үлкен мақсаттар күтуге де болмайды. Жеңіл желпі, бірақ өзіміздің ана тілімізде, ана ұлттық түсініктерімізге ыңғайланған жеңіл желпі қазақ тіліндегі шоу. Мынау екінші талпыныс. Оның сәтсіз жақтары болуы мүмкін. Бірақ қай нәрсе бізде Қазақстанда сәтті болып жатыр үнемі. Бір жоба сәтті болады, бір жоба сәтсіз болады. Мен өз басым тіпті бұдан да нашарлау бағдарлама күтіп едім. Қазір эфирден жүріп жатқан жұлдыздар айтысады деген бағдарламаны әртүрлі қауым иелері көріп жатқанын байқап отырмын. Әртүрлі пікірлер бар. Негізінен қазір мынау әлбетте біз бір қисық бірден жасап қойсақ, әлеуметтік желілерде жерден алып жерге салып жетеді. Мынау бағдарлама эфирде жүрген 2 айдай болды. Әлі ешкім жаман сөз айтқан жоқ. Демек жақсы дүние шығып жатыр. Демек, жақсы деп айта алмаймын. Өгізде өлген жоқ, арбада сынған жоқ, екі ортада келе жатырмыз. Қаншалық сөз бостандығы дамыған қазіргі таңда 2016 жылы айтыс өнерінде? Айтыс болған соң, айтыстың үстінде бір сөз әрі кетеді, бір сөз бері кетеді. Бірақ халықтың ішіндегі лепті ақындар шығарып айтады. Ал енді артық кеткен сөзден Қазақстанның шаңырағы шайқалып, іргесі сөгіліп қалмайды. Сөзге шыдау керек, түсіністікпен қарау керек, қабылдау керек. Қазір ұстанып отырған, мысалы айтысты 2 жыл болды, Нұр Отан қанатының астына алды. Бізге мынаны айт, мынаны айтпа деп тыйым салып отырған ешкім жоқ. Осының барлық ақындардың өзінің парасатына, пайымына, біліміне байланысты. Қай ақын қандай шеберлікпен айта алады. Өйткені қазір қоғамда жасырын ештеңе қалған жоқ. Ас үйдегі әңгіме парламенттің мінберіне дейін жетіп жатыр. Ауыз толтырып, бүгінгі таңда айтысты нағыз жұлдыздары бүгінгі таңдағы кімдерді айта аласыз? Айтысқа жаңа жас өнерпаздар келді. Солардың ішінде мынау асфальттың үстінде ойнап өсті дейтін, ұғымға сыймайтын. Сонау 17-ші, 18-ші, 19-ші ғасырлардағы бұқарлардың, қазтуғандардың сөзін өзінің сөзіндей қылып кірістіріп айтып беретін үлкен шебер жастар пайда болды. Аспанбек Шұғатаев, Болатбек Оразбаев, Алматыдан, Еркебұлан Қайназаров, Қалижан Білдашев, Еренғайып Күзембаев, Жансая Мусина, көп шыға алмай жүрген жастар көп сахнаға. Бұл бір парадокс. Мынау өркениет ғасырында айтыс ауыз әдебиетінің жанры ретінде өлу керек еді. Басқа халықтардың бәріне өліп қалды. Біздің айтысымыз керісінше өркениетпен жармасып, жарысып, дамып, қоғамдағы нақты құбылысқа айналып отыр. Айтыс қазір ешкім де жоққа шығара алмайды. Бұны қойшы да көреді, министр да көреді, үйінде тығылып отырса да. Сондықтан айтыстың бір парадоксының өзі сонда, тәуелсіз қоғам дейміз, соған қызмет істеуге жарап тұр. Бұның сөзін тыңдайды елдің бәрі. Демек, бұл ақиқат шындық.
Айтыскерлер деп отырсыз ғой, кейде бір ақпарат құралдарында мынандай бір ақпарат бар, мен өзім байқағаным, айтыста бүгінгі таңда жаргон дейді ғой, осы халық арасындағы бір сөздер, мәдени сөздерге жатпайтын, ол бір жақсы сөздердің бір жаман синонимдері деген сияқты. Осындай дүниелер қаншалықты қажет деп ойлаймын. Қазіргі қазақ қоғамы қандай, қай тілде сөйлейді, айтыста сол тілде сөйлейді. Қоғамда қалай сөйлеп жатыр. Әрине, біз қатты талап қоямыз, бұл сөз өнерінің ең бір шыңы ретінде, бұның тіл таза болу керек. Жақында ғана мен Астанада өткен айтыста ақындарға төраға ретінде ескерту жасадым. Мынау авария, бавария деген ұйқас жоқ па? Неге осындай вообще деген сөздерді қолданасыңдар? Бірақ жаңа жастардың тілінде сөйлейміз деп ақындар солай кетіп қалатыны бар. Бұл жақсы құбылыс емес. Бірақ ол айтыстың жаңағы көркемдік құнын анықтайтын көрсеткіш емес. Арасында бірін-сәрін кетіп жатса, жұрт оған түсіністікпен қарайды. Бірақ тіл таза бізде. Бірақ көп емес па? Көп емес, көп. Анда-санда бір жаңа ақындар өздерінің шеберліктерін финт арқылы енді қолданып көрсету үшін сондай бір оқыс жалт бұрылыстар жасайтыны болады. Бірақ ол жаппай құбылыс емес. Айтыста ондай ауыр жоқ. Айтыстың бюджеті қанша аға? Жылдық. Қай бюджет сұрап отырсың? Айтыс деген қоғамдық негізде атқарамын мен. Көлікті кім тігіп жатыр? Үлкен қаржылай сыйлықты аямай бересіздер, осы концертті өткізу. Осы айтысты ұйымдастырушы ретінде мен мемлекеттен қаржы алмаймын. Кім беріп жатыр? Жүрсін Ерманға қаражат. Сондықтан мынау айтысты қазақтың ұлттық өнері деп бағалап, оның елге өтімді екенін түсінетін әкім қаралар қазір негізінен. Бұрын өзінің демеушілері болды, қалтасында ақшасы көп, ұлттық өнерді қолдайтын байлар болды ғой. Өмірзақ Сәрсенов, Амангелді Ермегайев, Нұртай Сәбильянов, Исламбек Салжанов деген сияқты байлар көмектесіп келді. Қазір олар да өздерінің өгіздерін судан өткізіп алғаннан кейін айтысқа қол сілтеп кетіп қалды. Енді біз билікке қарап қалдық. Қай жерде жақсы қолдайтын билік басындағы адам бар? Мен сізге санап айтып берейін, қазір Қазақстанда 5 облыстың әкімі бар, айтысты қолдап отырған. Кімдер олар? Мысалы, Қызылордада Қырымбек Көшербаев, Ақтөбеде Бердібек Сапарбаев, Оралда Нұрлан Ноғаев, қазір ауысып басқа әкім келді, ол Атырауға келді. Бақытқожа Ізмұхаммедов, қазір парламенттің спикері болып келді. Сосын осы Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек. Солар түсіністікпен қарап, жаңа бюджеттен ақша қарастырып, демеуші тауып құлағынан сүйреп әкеп, көмектесіп келеді. Басқа айтыста қаржы жоқ. Мәдениет министрлігі жылына 9 миллион теңге бөлінеді. Бұл жаңағы күзде өтетін тәуелсіздік күніне арналған алтын домбыра сайысын өткізу үшін. Қазір ол оған да жетпейтін болды. Соның жетпеген Бауыржан Байбек толтырып, биыл міне 3-ші жыл өткізейін деп жатыр Алматыға. Сіз аға жиі барасыз ба осы демеушілердің есігін қағып, бізге айтысқа қол ұшын беріңіздер, көмектесіңіздер? Менің өмірім осымен өтті. Жиі көмектеседі ме сізге? Осымен өтті. Қазір көмек сиреді. Әлде осы сіздердің осы шоу айтыстың қажеті жоқ, жалпы айтыстың бізге қажеті жоқ, айтысы құрсын деп осы бастарын алып қашатындар көп пе әлде? Мен осы өмірім осымен өтіп келе жатыр. Айтыстың айталық телевизиялық айтыстың нұсқасы 83 жылы жасалды. Сонан бері менің бармаған аспаған есігім, қақпам қалған жоқ. Оған үйренгенмін. Қазір енді мен кімнің алдына барсам да неге екенін бірден түсінеді де, көмектеседі. Бұрынғыдай байлардың алдына бармайтын болдым. Өйткені Нұр Отан жоғарыдан қолдап, әкімшіліктер қол ұшын созып жатқан кезде, жеке адамға бар бірдеңе сұраудың өзі ұят қой. Қашан сұрай бересің? Бірақ айтыстың мүддесі үшін барып жатырмын. Көбіне осы биліктегі азаматтар көмектеседі. Жеке-жеке азаматтар шығып жатыр, мен сізге айтайын. Мысалы бір Самат Мұсабаев деген жігіт жүр қазір, құрылысшы, бизнесмен, Маңғыстау облысында айт өткізгісі келеді. Керемет. 7-8 ай ол өткізе алмайды. Өйткені облыстың әкімі қолданбайды. Билік қолданбаған жерде есіктер ашылмайды. Осындай жеке-жеке демеушілер бар. Осы кеше ғана маған Шығыс Қазақстан облысы Ақсуат ауданынан бір жеке жігіттер, ішінде Дулат деген өзің сияқты жап-жас жігіт, сөйле мешіт соққан жағдайы бар, халқына иманды айтыс сыйлағысы келеді. Бірақ сонда қолдап жатқан бірінде ешкім жоқ. Осындай. Болмаса Қызылжарда Солтүстік Қазақстан облысында дін басқармасының адамдар айтыс жасағысы келіп, қаржысын тауып отыр. Бірақ облыстық биліктің басшылары онша ықыласты емес. Айтыста бірдеме айтып қояды, ойбай бүлдіріп қояды деп, осындай басымызға бәле болады. Маған демеуші тапқаннан гөрі осы айтыстың алдын жабатын, жаңа қолында билігі балалармен күресу қиынға түсіп тұр. Ол айтысты біреулер жамандап тастаған. Бұл тек қана билік жамандайды, жоғарыдағы адамдардың атына сын айтады деген бір жалған пікір.
Айтыс болғасын ол өзі айту деген сөз шыққан, ол бірден айтылмай тұрмайды. Бірақ біз қазақ құлаққа сеніп үйренген халықпыз. Біздің қазақ айтыстың үстінде бір әңгіме айтылып, мәселе қойылса, бұның ары қарай шешімін табуын күтпейді. Айтылды ғой, әйтеуір рух деп қарап отырады. Осыны біздің билік дұрыс түсіну керек. Бұл халықтың ішіндегі лепті шығаратын өнер, құрал, идеологиялық. Кезінде Айнұр Тұрсынбаева, Балғынбек Имашев, енді рекордсмендер, үлкен автокөліктерді жеңіп алды. Аманжол Әлтаев ең басында тұрған. 40-тан артық машина мінген. Жүлделердің бәрін алып жатыр. Қазіргі айтыскерлер, ақындардың жағдайы қалай? Ол айтыспен ақын байып кетпейді. Қазақ афымен кірген уфумен кетеді дейді ғой. Кімнің Шашубайдың да әні бар, баяғы атақты. Күніне 100 мың берсем де қалтамын түптесіп байымайым. Осымен байып кеткен ақынды көрген жоқпын мен. Бірақ әжептәуір қолдау, демеу, өнерге баға беру. Бұл қанамақы. Дәстүрде өзі ақынға ат шапа мінгізу бұрыннан болған. Қазіргі біздің беріп жатқан финтипен бұл қаламақы, жаңағы оригинальный өлеңге, түпнұсқа өлеңге. Қайда табыс тауып жатыр айтыскер ақындар? Ақындардың көбісі жұмыс істемейді. Қазір той бизнес деген бизнес бар. Біздің ақындардың көпшілігі тойдан күн көреді. Бет ашады, той басқарады, арнау айтып береді. Көбісі осындай жұмыс істейді. Мысалы, қазір Қазақстанның, мен Қазақстан айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының Республика қоғамдық бірлестігінің басқарма төрағасымын. Біздің есебімізде қазір 150-дің төңірегінде айтыскер ақын бар. Соның көп болса 3-тен 1 ғана жұмыс істейді. Қалғанның барлығы той бизнес болуын көреді. Той жағалап жүр. Ал енді жаңағы бәйге деген не ол? Ол андасаң да бірге. Жаңағы 40 машинені Аманжол 20 жылда алды. Айнұр 35 машинесі алса, оның да сонша уақыты кетті. 7, 8, 5, 4 машина алғандары бар. Жұрт ойлайды, бұл ақындар осымен байып кетті. Мен байып кеткен ақынды көрген жоқпын. Шекерешілік кеткен. Осы бірін-бірінен жеткіземін. Өйткені әр қазақтың отбасындағы сияқты бұл ақындардың да ар жағында өздерінің отбасының мүшелері тұр. Ағайын, туысы, әкесі, шешесі, күнін көре алмай жатқан туысқандары, соларға көмектеседі. Мен артылып жатқан ақынды көрмедім. Ринат Зайытов. Бір кездері Жүрсін Ерман мен Ринат Зайытов енді бір-бірлеріңізге өпкен аздарыңызды білдіріп жаттыңыздар. Қарым-қатынастарында қалай? Бұл оңай нәрсе. Екеуміздің арамыздағы түсініспеушілік неден болды? Мынау айтыс дегенде өнер. Әр өнердің өзінің құпиясы болады. Мысалы, цирк па? Цирктің жаңағы өнерпазы, анау сахнаның ар жағында қаншама дайындық жұмыстарын оны халық білуі міндеттіміз. Болмаса, сахнаның алдына шығатын драма театрының актерлерінің де өзінің құпиясы бар. Оны көрермен білмей, көрермен сахнада ойынды ғана көреді. Айтыстың құпиясы неге жария болу керек? Ринат жаңағы енді оны да түсінемін. Бірақ мынау осы ақындардың дайындалып қоятынын, көбіне сұрып салып айту өнерінің шегініп бартқанын айтқан кезде арамызда түсініспеушілік болды. Бірақ ол принципиальный түсініспеушілік емес, айтысты ұйымдастыруға байланысты. Біз оны баяғыда өз арамызда ашып тіл табысып кеткенбіз. Енді қайтып ренжідім деп отырсыз. Қайтып ренжіп қалдым. Неге ренжіп қалдым? Біз 13 май күні Ақтөбеде айтыс болу керек еді. Біз ақындарды бір ай бұрын іріктеп жаңағы санын белгілеп қойдық, 14 ақын бар еді. 2 күн қалғанда Ринат ой мен бара алмайтын болып қалдым. Неге? Той басқаратын болып бір келісім жасап ақша алып қойып едім. Бай сені айтыстан әулиеміз қоя тұр деймін. Жоқ ойбай болмайды, ақша енді құлтыршылық қой. Ақшасын алып жұмсап қойып едім. Мен сосын ренжімеймін бе? Қалай енді сен? Үлкен халықтың алдындағы айтыстан гөрі саған жекеменшік тойдың шаруасы басты рөлге шығып кетті ме деп ренжіп, бірақ ол да жай нәрселер енді. Өмір ғой бұның барлығы. Айтыстың ішіндегі адамдарды аспаннан түскен жоқ. Олардың өздерінің арасында адамшылық қарым-қатынас болады. Мен бәрінің әкесі, атасы сияқты адам. Сондықтан бәрі мен айтқанымды істесе екен, жөнге жүрсе екен, бар деген жерге барса екен, тұр деген жерге тұрса екен деймін. енді олардың да тіршілігі бар. Сізге бағынбайтын осы Ринат Зайытов сияқты. Бағынбайды деуге болмайды, танасады ғой. Өйткені мен керекпін ғой. Керекпін қайсысына болса. Сондықтан ар жағынан болса да, бер жағынан болса да, кез келген ақын мені сыйлайды, ойланады. Өйткені мен оларға жаман жасап отырмын, жақсылық жасап отырмын. Мынау снукер деген бір спорт бар. Ресейге де жаңа әлі дамыған жоқ. Бүкіл Европаны жайлап алған. Қытайда қатты дамып кетір. Сол снукер деген жүрмей жатқан жер ғой, соның басына бір ағылшын келді, өте іскер. Сосын талап қойды, сендер айтқанымды істейсіңдер, мен сендердің бәріңе ақша жасап беремін деп. Қазір снукерлістер әлемдегі ең бай спортшылар. Миллиондаған ақша алады. Бірақ бірде-біреу жаңағы менеджердің алдынан шықпайды, айтқанын орындайды. Өйткені ол олардың қамын ойлап жағдай жасап отыр. Мен де айтысты бір жаққа алып кетейін деп жатқан жоқпын. Осы жақсы ілгері жүріп, халықтың рухани қажетін өтесе екен, ақындар да жақсы болса екен, қойда көп, қасқырда тоқ болса екен деген. Жастар өседі, иә аға? Бір кездері өседі. Сосын бір тыңдамай кететіні болады. Сондай кезде осы
айтысты басы қасында жүрген Жүрсін Ерман көп қолдау жасап, көп іс-шара менеджер, топ менеджер болып жүрген Жүрсін Ерман қандай шара қолданасыз? Мысалы, қазір өзі айтыс жасарып келе жатыр. Ғажайып. Қазақстанның барлық өңірінен жас жігіттер мен қыздар қаулап шығып келе жатыр. Үлкен сахна жетпей жатыр. Кезек тимей жатыр. Сөйте тұра айтыстың жаңағы жауапкершілігін көтере алмайтын ақындар бар. Мен атын айтпай-ақ қояйын, менің бір ақыным өте талантты ақын. Алдыңғы үштік демей-ақ қояйын, бестікке кіретін ақын. 4 рет мені айтысқа жерге қаратты. Тура айтысқа келерде жаңағы ішімдікпен әуестеніп қояды, сахнаға шыға алмай қалады. Мен бардым да оны тіпті өзінің ауылында болатын айтыстан шығарып тастадым жақында. Басын ашып айттым облыстың басшыларына. Бұл айтыста сахнаға шыққан адам өмірде де жаңағы үлкен сөз айтасың сахнада, халыққа өнеге үйретесің, жөн айтасың. Өмірде де өзі соған лайық болу керек. Көшеде маскүнем болып жүріп, оның сахнаға шығып айтқан тәуір сөз кімге керек? Мен сөйтіп мен айтыстан шеттетіп тастадым. Екінші бір ақынды да сызып тастаттым. Шын айтса қатыстырмауға тапсырма бердім жақында. Неге? Өйткені жауапкершілікпен қарамайды. Сахнада не болса соны айтып, бәдік әңгіме айтады. Ана былтыр бір алдыңғы жігіттер лақпа айтыс деген айтыс жоқ қазақта. Бәдік деген болған бәдіктің сөздерін айтатын ақындарды қажет емес. Қазір қоғамның сөзін сөйлейтін, халықтың ойындағы сөз төп басып тауып айтатын. Қазір міне жер туралы мәселе көтеріліп жатыр ма? Жер туралы жеріне жеткізіп айтатын ақындардан сахнаға шығу керек. Ол жауапкершілік сезім білген құр сахнаға шығып, қалаулайым 15 минут 20 минут айтқан ақынның ешкімге қажеті жоқ. Міне осындай жағдайда біз жаңағы айтыс ақындардың республикалық халықаралық одағы шара қолданамыз. Біз айтыстардың бәрін реттеп отырмыз бір орталықтан. Кім қай айтысқа қатысады, соған дейін айналысамыз. Өйткені бір ақындар барлық айтысқа қатысып, бір ақындар сахнаға шыға алмайсыз, әділет қайда? Анау ақынның ішінде өлең толып кетті ме? Сахнаға сол шығу керек. Аға, сіз не нәрсені өз балаларыңызға да кешіре алмайтын не нәрсе бар? Мен жалпы бір қасиетім бар, кешірімпазбын. Отбасымда да, өмірде де, тіпті біреулерге бүгін ренжіп қалсам, ертең сол неге ренжігенімді ұмытып қаламын. Сондықтан кешірмейтін ештеңем де жоқ. Біреу айтып жатады, мен өтірік айтуды кешпеймін, алдағанды кешпеймін, 200-лікті кешпеймін. Мен 200-лікті де кешіріп жүрген адам қазір. Мен осы айтыстың туын жоғарыға көтеру үшін үлкен биліктегі адамдармен де, қатардағы адамдармен де, ақындармен тіл табысып, бәрінің жағдайын ойлап жүргеннен кейін ондай қатып қалған кекшіл емеспін. Кешірем бәрін. Жалпы кешірімпаздық мұсылман дініндегі ең басты талаптардың бірі. Маска деген дүние бар, аға? Енді бар шығар. Жиі қолданасыз ба? Коллекцияңызда қанша? Менде ондай жоқ. Өйткені мен өзі кейде айтады, мінез ауыр деп. Мінезім ауырлығы мен не ойлаймын, соны айтамын. Оның ар жағындағы ұлысымдыққа ақылымда жетпейді, ықыласымда жоқ. Кімге де болса айтып тастап қарап отырамын. Бірақ сонымен-ақ көп мәселе оңға басып ілгері жүріп келе жатырмыз. Не нәрсені армандайсыз? Мен бе? Менде көп арманда қалған жоқ. Жасым 65-тен асты. Осы таяудағы күндерде Алматыда менің шығармашылық кешім өтейін деп жатыр. Көйтіп қой енді. Арман осы айтысқа менің жарты ғұмырымнан көбісі кетіп қалыпты. Мен өзім жалпы әдебиеттің адамы. Көзімді ашқалы жазғаным өлең. 15-18 кітабым бар. Соның өзі екінші неге сырылып қалып, айтысалға шығып кетті ғой. Осы айтыстың көші ілгері жүре берсін. Мен оны 1990 жылдары өткен ғасырда айтыс мына 21 ғасырға бармайды деп есептеп талай сұхбат бердім. Өйткені бетіміз теріс бұрылып кетіп еді. Қазақ тілі әлсіреп бара жатқан болатын. Қазір парадокс деп отырмын, жаңа мынау 21 ғасырға да айтыс жақсы қызмет істеп жатыр. Енді осылай болатын болса, халықтың беті түзелді. Халық өзінің жоғын жетегін іздеп, рухани не құндылықтардың қайсы қымбат екенін тауып, ұлт боп үйісіп жатқан кезде, бұл да әлі халықтың, қазақтың көшіне ілесуге жарайтын өнер. Енді 22 ғасырға да аттап кетсе екен деп армандаймын. Мен оны көрмеймін ғой. Бірақ халықтың, әр халықтың өзінің бойында ерекшелік болу керек. Біздің қазақтың төлқұжаты сияқты нәрсе. Биыл ғана, өткен жыл ғана осы айтыс өнері ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұралар тізіміне тұңғыш рет енгізілді біздің неше жыл күресіміздің жеңісінде. Демек бұл енді халықаралық заңнамадан қорғалады деген сөз. Бірақ соны өтті деп бөркімізді аспанға атып едік, ЮНЕСКО-ға кірдік деп. Бөркіміз аспанда әлі өлтір жерге түскен жоқ. Бір шара көргеніміз жоқ. Мен түнеуін министрге айтым, мәдениет министріне, бірдеңе қадам жасамайсыздар ма? Айтысты қамқорлық қалмайсыз ба? Мемлекет қамқорлық қалмай ма? Бюджеттің қарамағын алмай ма? Әркімге жаутаңдатпай, алақан жайғызбай, еркін сөздің иесі қылып шығармайсыздар ма ақындарды? Арқасын мемлекетке тіреп отырса,
Бұл айтыстың мақсаты мемлекеттің құрылымын жамандау емес, билік жамандау емес, халықты үйістіру, ұлтты үйістіру, ұлттың рухын көтеру, ұлттың еңсесін тіктеу. Мен қазақпын деп кеудесін ұрған азаматтарды тәрбиелеп шығару қызмет ету қолынан келгенше. Ендеше осы өнерді пайдалану керек. Бұл 21-25 ғасырға дейін барса да қақсы бар өнер. Атадан келатқан неше ғасыр жасаған. Аға, 20-дан енді ғана асқан эстраданың әншісі Қайрат Нұртас «Өкініш» деген кино түсіріп, өкініп жылап жүре өз киносында. 65 жастағы Жүрсін Ерман не туралы өкінеді? Өкінетінім көзімді ашқалы, есімді жиғалы, осы әдебиетке бір ол жасап кетсем бе деп едім, көп уақытымда оны айтыс шықпайды. Бірақ өз қалқадарымша мені жұрттың бәрі айтыстың жүргізуші деп таниды. Менің анау ақындық, поэзиялық өнерімді ешкім керек қылмайды. Ал енді бір қызық нәрсе бар. Мына қазір осы тәуелсіздік алғаннан бері жабық мүшәйра дегендер көбейді, бұрын жоқ еді ғой. Мен Қазақстанда жалғыз ақынмын, жабық мүшәйрада 3 рет автокөлік жеңіп алған. Сөйте тұра, менің бәрін сырт тастап, тек қана жүргізуші ретінде қабылдайды. Танылып қалдым. Енді осы 6 маусым күні әуезов театрында бірінші рет шығармашылық кеші өткізген едім, поэзияма арналған. Өкінішім көп уақытым осы басқа қосалқы жұмыстарға кетіп қалды. Бірақ бұны да бір атқару керек еді ғой. Менің пешеніме жазылған екен, кейде өзімді жұбатамын. Дегенмен іште тырнап жатқан бір өкініш бар, көп уақытым зая кетіп қалды деген. Қазақстан Республикасында Жүрсін Ерман айтыс өнерін дамытып жатыр, дамытып келе жатыр. Ресейде осы әзіл-сықақ КВН дейміз ғой, Масляков бар, өзінің ұлына осы КВНнің кіші түрін ашып беріп, ізбасар дайындап жатыр. Сізде енді... Мен ұлыма тапсырып кететін жағдайым жоқ, бұл халықтың өнері. Оған ыңғайланып тұрған балаларым жоқ. Бірақ шәкірттерім көп ізімді басып кеткен. Маңайымда қазір менің бір қуанатыным, менің төңірегімде осы жас айтыстың қайраткерлері топталып жүр. Бәрі менің қабағыма қарайды, менің ісім жалғап кетіп, айтқанымды істеп кетуге дайын. Бірақ көбісі сол кішкене масылдық, иждивендік көзқараспен қалыптасып қалған, бәрі маған қарай береді. Мен айтамын, сендер істесеңдер үшін. Менің көмекшілерім бар. Осы жаңағы айтыс ақындар мен жыршылар мәселен халықаралық одағы республика қоғамдық бірлестігінің қарамағында 2 атқарушы директор бар. Мықты ақындар, Еркебұлан Қайназар, Иранғайып Күзембаев. Кеше жақындаған Астанада студенттердің айтысын өткізді, осылар өз күштерімен. Біз ұйымдастырып. Қуандық, тамаша. Бұлар енді осы істі ағарай алып кетуге дайын, осындай жас жігіттер шығып келатыр. Менің ізбасарларым, мұрагерлерім, осылар. Оларға сенуге болады. Олар да халыққа танымал болып кеткен жігіттер, азаматтар, қолдарынан іс келеді. Бүгінде енді халық арасында осы интернет әлеуметтік желі деп жатырмыз ғой, әлеуметтік желі мен телевизия саласында жүрген азаматтар мен азаматшылардың ортасында осындай бір айтыс бар, әлеуметтік желі болашақта болады дейді, телевидение өшеді, өледі, болмайды дейді. Сіздің ойыңыз қалай? Мен оған балаша алмаймын. Маған әлеуметтік желі де ұнамайды. Қазақ қоғамы қандай болса, әлеуметтік желі де сондай. Әсіресе мынау астына атын жазбай, бірақ қоғамдағы кез келген құбылысқа оқиға үн қосып отырған бір ұятсыз, арсыз азаматтар бар. Тілдері тіл сияғылы жоқ. Не болса соны аузына келгенін сөйлейді, не үлкенін сыйламайтын, не кішіні сыйламайтын, не өзінің атын ашық қойып пікірін айтса соған дауласуға болар еді. Ананың артында жасырынып отыр бүркеншік аттың ар жағында. Жұрттың басына жаңағы неше түрлі лайды құятын құлдар маған ұнамайды. Сондықтан мен кейде әлеуметтік желіден жеркеніп кетіп, қарағым келмей жетеді. Онда бір осы қазақ қоғамының бейнесін білдіретін аса көп адамдар отырған жоқ. Көп болса 1000 адам отырған шығар, 1500 қазақ отырған шығар. Олар бұл қоғамның бейнесін бере алмайды. Бірақ кішкене әдепсіздік жаңағы, әділетсіздік, арсыздық барлығы бар соның ішінде. Телевидениеде көріп отырсың ғой, болмаса кімнің не айтып отырғанын. Мына жерде жаңағы жасырынып алып, елдің басшысынан бастап, қазірде қазаққа дейін бәрінің намысына тиіп, арына тиіп, жала жауып отырған азаматтар деп айтуға болмайды. Біреулер менің осы сайтанымызда да жынымды келтіреді. Қазір мынау Бекболат Тілеуқанов деген біздің азаматымыз бар. Мен аса жақсы қарым-қатынасты емес болуы мүмкін ғой. Кезінде менің қамқорлығымды көрген, менен ең жақсы жылы сөздерді түскен. Ол да мені әбден осы аға деп жүрдім. Қазір мында парламентке қайтадан барғаннан бері соның иығына мініп алды. Отырса опақ, тұрса сопақ қылып отыр. Қазақ осындай. Сен 100 жақсылық жаса, жақсы шаруа жаса. 101-ші рет аяғын шалыспассаң, басыңа жаңа пайғамбардың үстіне түйенің жынын төккендей, үстіне лайды құя жүреді. Мен осыдан-ақ көруге болады, осы соңында отырған адамдардың деңгейін, дәрежесін, парасатын, пайымын.
Бүгінде айтыста жүрген айтыскер ақындар да эстрада, шоу-бизнес, той-бизнес дейміз ғой, осы дінге көп бет бұрып жатыр, намазға жығылған көбісі. Ол енді күлі қазақ қауымында сондай. Екі сөзді айтса, Алланы аузынан тастамайды. Жақсы ғой. Енді сіздің ойыңыз қалай? Жақсы. Осы шоуда, бизнесте, ішімдікте ортасында, шайтан судың ортасында жүрген азамат пен азаматшалар қаншалықты қажет дүние? Осы мына шоу-бизнесте, айтыста, эстрадада бұлардың жаңағы иманға қарай бет тұрғаны көрініңкіреп тұр. Бүкіл қазақ қоғамында осындай бет бұрыс бар. Осыдан 20 жыл бұрын мешіттерге барсаңыз, басқа ұлттың өкілдерімен толып тұрады. Қазір қазақтың жастарына мешіттердің алаңдары толып тұр. Бәрі ең болмағанда жұма намазына барып, иманға қарап отыр. Одан неге шошынуымыз керек? Қай жерде жүрсеңіз де. Ал енді мен сізге айтайын, осы айтыстың көрініп жүрген ақындардың көбісінің иманы қазір кәміл болып келеді. Олар мына ішімдік дегенге жоламайды, ішінде жаңағы бірен сараны болмаса, барлығы дұрыс бет түзеген адамдар. Демек, біздің қоғам оңалып кетір деген сөз, сауығып кетір деген сөз. Иманға қарай, Құдайға қарай жүріп келе жатырмыз. Оған қуануымыз керек тек қана. Енді ішінде бірен саран жаңағы жарнама үшін осын жасайтындар, жүрегінде иман жоқ болса да, сыртқы пішінімен иманды болып көрініс келетіндер, жаңағы діндегі мүнәпықтар, екіжүзділер деген сөз. Уақафтардың бағытын ұстап, оны халықтан жасырып, іс жүзінде. Ойбай мен уақап емеспін дейді да, бірақ істеген шер осындай болып көретін екіжүзділер де бар. Мен осылардан қорқам. Жұма намазға барып, мешіттің қасына тұрып алып, селфи жасап, құрбандық шалса, малмен бірге суретке түсіп жатқандарға деген ойыңыз қандай? Соның барлығы шын ниетпен жасалса қуанам. Ал жаңағы көз бояу үшін, жұртқа жақсы көріну үшін жасалып жатқан нәрселерді байқап жүреміз. Ол енді нағыз қасірет. Мынау діни экстремистерден де осылар қауіпті ғой деп ойлаймын. Өйткені бұлар жымын білдірмей, жасырынып жүріп істейді. Көздеген мақсаттар халыққа жақсы көріну ғана. Жүрсін Ерман, Алланың алдына барғанда не деп айтасыз? Білмеймін айда. Сен өте қатерлі сұрақ қой. Сенің алдында сұраққа жауап бере алмай отыр, мен Алланың алдында қалай жауап беремін. Өйткені біздің де әртүрлі қисық қыңыр сөздеріміз, терістеріміз көп болды. Әлі де арлық болғанымыз жоқ. Қолдан келгеніңше түзу жүргің келеді, ақиқат сөзіңді айтқың келеді, әділет шаруасын жасағың келеді. Бірақ пендеміз ғой. Өзіңнің жеткен жеріңе дейін ғана барасың да, кейде әділеттен де тайып кетесің. Соның үшін қорқасың. Осы басымды маңдайымды сәждеге әні қоям, міні қоям деп жүрген неше жыл болды. Қоя алмай жүрмін. Осының өзінен қорқамын. Сондай. Рахмет аға, сізбен сұхбаттасып, уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамай қалдық. Зор денсаулық тілейміз. Айтыстың ғұмыры, Жүрсін Ерманның ғұмыры ұзақ болсын. Рахмет. Эфирде болған сұхбат, мен есім Мұхит Сапарбаев, естеріңізге сала кетейін, бүгін бізде қонақта болған Жүрсін Ерман. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.